Алоядан жасалатын 10 түрлі дәрмек түрі. Суық тигенде қоспа дайындау үшін 300 грамм алоя жапырақтары, 3 ас қасық бал және 3 ас қасық спирт қажет. Жапырақтарды ет тартқыштан өткізіп, бал және спиртті қосып, жақсылап араластырып, күніне 1 шай қасықтан 3 мезгіл қабылдау керек. Мұрын бітелгенде алояның балғын сығындысына 1/1 қатынасында қайнаған су құйып, ерітіндіні науқастың жағдайы жақсарғанша күніне 2-3 реттен тамызуға болады. Ал гайморит кезінде бірдей мөлшерде алоя шырынын, сүйел шөп және бал барлығын араластырып, күніне 5-10 тамшыдан 3 мезгіл тамызып, шайып тастау керек. Жөтел кезінде жарты стакан алоя шырынын 3 ас қасық бал және 50 грамм тұздалмаған сары маймен араластырып, күн сайын 2 рет тамақ алдында 1 ас қасықтан қабылдаңыз. Емдеу курсы 1 аптадан кем болмауы тиіс. Тамақ ауырғанда каланхоя гүлі де әр үйден табылатын бөлме өсімдігі. Оның шырынын тура сол мөлшердегі сумен араластырып, күніне бірнеше рет тамағыңызды шайыңыз. Құлақ ауырғанда ауырған құлаққа 1-2 тамшы каланхоя шырынын тамызу керек. Жаңа сығылған шырынға мақта тампонын малып, құлаққа 20 минутқа қойыңыз. Кемі 10 күн. Күніне 2-3 рет қайталау қажет. Теріскен шыққанда алояның орташа жапырағын 5 граммын ұсақтап тураңыз. Оны қайнаған салқын суға салып, 6-8 сағатқа қалдырыңыз. Сүзіп алып, мақтаны осы тұнбаға малып, теріскен шыққан көзге басу қажет. Көз ысып қызарғанда, компьютер экранға ұзақ қарау салдарынан көз қызарып, жанары бұлдырай бастаған жандар каланхоя шырынын көзге 1-2 тамшыдан күніне 3-4 рет тамызса, нәтижесін көреді. Жарақаттар кезінде алоя жапырағын кесіп алып, жараның үстіне таңып қою қажет. Бірнеше сағаттан кейін жара кішірейе бастайды. Жапырақтарды бірнеше рет ауыстырған дұрыс. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.